Адамның бауыры өзін-өзі тазартатын жалғыз ағза. Ол 30-ға жуық биохимиялық функцияларды орындайды. Десе де, адамның күшімен тазалауды қажет ететін кездер де болады. Ол кезде емханаға немесе шипажайға баруға тура келеді. Оған уақыт тапшы болса, кейде қаржы мүмкіндік бермейді. Осындайда бірнеше маңызды ережелерді сақтай отырып, үйде бауырыңызға көмектесе аласыз. Бауыр неге шылаққа толады? Бауырдың ең қауіпті жауы алкогольді ішімдік. Оның құрамындағы этил спирті ақуыздардың синтезіне, көмірсулардың өзгеруіне және эндогендік компоненттердің жойылуына жауап беретіндей жасушаларды бұзады. Осыған байланысты бауырда созылмалы қабыну пайда болады. Кей жағдайда токсикалық улану мен дәрі-дәрмектің әсерінен де бауыр ауырады. Дұрыс емес тамақтану да әсер етеді. Сіз шамадан артық тамақтансаңыз, майлы және тәтті тағамдарды жесеңіз, қарныңызды фастфудпен тойдырсаңыз, онда бауырға салмақ түседі. Одан бөлек метаболикалық бұзылулар, семіздік және вирустық аурулар да бауырға зиян екенін ескеріңіз. Отырықшы өмір салты да бауырдың жұмысын бұзатынын біле жүріңіз. Ал бауырыңыздың шылаққа толғанын қалай білеміз? Егер сізде теріде проблема болса, жүрек айнса, қыжыл және кекіру мазаласа, іш қатса, ауызға ащы дәм келсе, онда сізге бауырыңызды тазалауға тура келеді. Бауырды қалай тазалаймыз? Бауырды тазарту үшін дәрігерлер дәрі-дәрмек тағайындайды, арнайы диета ұсынады. Ал егер үй жағдайында бауырды шлактан, токсиннен тазартуды таңдасаңыз, онда мына кеңестерді орындаңыз. Ең алдымен дұрыс тамақтану. Тамақтану мәзіріңізді қайта жасауға тура келеді. Себебі тізімдегі қуырылған, тұзды, ащы және ысталған тағамдарды, консервілерді, күшті ет сорпаларын сызып тастаңыз. Оның орнына көкөністер мен жемістермен, қышқыл сүт өнімдермен байытыңыз. Бұл тағамдар өттің ағуын жақсартады. Бауырға пайдалы азықтар. Көкөністерден кәді, қырыққабат түрлері, асқабақ, қояншөп пен қызанақ. Көктер аскөк, асжапырақ, күнзе, ақжелкен. Цитрусты жемістерден грейпфрут, апельсин, лимон. Жеміс-жидектен алма, банан, құлпынай, інжір. Жармадан кебек пен сұлы. Өсімдік майы, күнбағыс, зығыр, зәйтүн және жүгері майы. Сүт өнімдері: сыр, творог, йогурт, простокваша қаймақтары. Көкөніс шырындарынан сәбіз, қызылша және қияр бауырға өте пайдалы. Оларды араластыруға немесе бөлек-бөлек ішуге де болады. 1-2 апта бойы күніне 2-3 рет жарты стаканнан ішсеңіз, бауыр тазарады. Су ішу. Бауырды тазарту үшін сұйықтықты жеткілікті мөлшерде ішу керек. Күніне кем дегенде 2 литр ауыз суды тұтыну ұсынылады. Дәстүрлі медицинада көк шай мен шөп тұнбалары да керемет көмектеседі. Шөптер жиынтығынан шайқурай, яғни зверобой, жалбыз жапырағы, алатикен жидегі, салау бас гүлі, бөріқарақат тамыры, яғни барбарис, қайынның жапырағы, итмұрын, ол шиповник. Аталған шөп тұнбалары өтті айдап бауырды тазалауға қабілетті. Су емі. Ванна мен саунада денеден токсиндерді кетіре алады. Шамадан тыс терлеу арқылы токсиндер жойылады және тесіктер жақсы тазаланады. Осылайша сіз иммундық жүйені нығайтасыз. Су емін қабылдаудан алдын жылы су немесе өт айдайтын тұнба ішіңіз. Сонда нәтижесі өзіңіз ойлағаннан да керемет болады. Физикалық белсенділік. Отырықшы өмір салты өттің тоқырауына себепші болады. Сондықтан спортпен айналысу және дене шынықтырумен айналысу өте маңызды. Көбірек таза ауада серуендеңіз, билеңіз, жүріңіз, жүгіріңіз. Күнделікті режим мен тыңғылықты ұйқы. Тамақтану және физикалық белсенділіктен басқа жақсы ұйқы да бауырдың саулығы үшін маңызды. Бір уақытта ұйықтауға тырысыңыз. 6 сағаттан артық ұйықтаңыз. Бауыр ұйқы кезінде белсенді жұмыс істейді.
қандағы майларды кетіреді және улы заттарды шығарады. Ерекше белсенділік түнгі сағат 1 мен 3-ке дейін жүреді. Тазалау кезеңінде Е және С дәрумендерін, сондай-ақ антиоксиданттарды қабылдау ұсынылады. Қосымша заттардың дозасы мен қолдану ұзақтығын емдеуші дәрігер ғана тағайындағаны дұрыс. Бауырды тазартудың әдістерін қолданып көргеннен кейін сіз өзіңізді жақсы сезінесіз және терідегі өзгерістерді байқайсыз. Ал кімдерге бауырды тазалауға болмайды? Холецистит, панкреатит және гепатит кезінде бауырды тазалауға тыйым салынады. Оған қоса жүкті және емізулі әйелдерге жасауға болмайды. Дәрігерлер қызба және жүйке аурулары, қант диабеті, жұқпалы және вирустық аурулары бар адамдарға да бауырды тазалауға рұқсат етпейді. Ендеше ауруды асқындырып алудан сақ болыңыз. Бауырды тазалауға арналған халық емі. Лимон. Бауырды тазалауға арналған кеңестерде зәйтүн майымен қатар жиі айтылады. Алайда, лимон шырынының бауырға әсерінің дәлелі жеткілікті емес. Егеуқұйрықтарға жүргізілген тәжірибеде лимон сығындысының бауырдың улы заттардан зақымдануынан оң әсері анықталған. Бұл лимонның құрамындағы антиоксиданттардың әрекетімен түсіндірілген. Олардың арқасында липидтердің асқын тотығуы және бос радикалдардың әрекеті төмендейді. Өсімдік майлары, зәйтүн, майсана және де тағы басқа майлар. Өсімдік майларының құрамында пайдалы май қышқылдары мен фосфолипидтер бар. Олардың артықшылығы да осы. Өттің бөлінуін ынталандыру үшін аздаған май жеткілікті. Бір уақытта 100 мл немесе одан да көп май ішу туралы кеңестер бар. Алайда, оның маңызы жоқ және организмге зиян тигізуі мүмкін. Себебі, организм майды қорыту үшін мұншама көп мөлшерде өт бөліп шығара алмайды. Нәтижесінде организмге артық май түсіп іш өтеді. Көкөніс шырындары, мысалы шомыр немесе шикі қызылшаның шырынын кейде өт айдайтын құралдар қатарына жатқызады. Бұл заттардың әсері ашы ішектің шырышты қабатының тітіркенуіне негізделген. Алайда әсері майлардың әсеріне қарағанда төмен. Бұл әдісті гастрит, асқазан және ішек жарасы кезінде қолданбаған жөн. Бауырды қалпына келтіруге арналған диета. Диета сөзін естігенде бірден қатаң шектеулерді еске аламыз. Алайда, сау адам үшін бұл әдіс жарай бермейді. Бауырды қалпына келтіруге арналған ең жақсы әдіс ақуыз, майлар мен көмірсулардың үлесі есептелген түрлі тағамды жеу және құнарлығын бақылау. Ақуыздар, майлар және көмірсулардың байланысы. Бауыр қажет болған жағдайда глюкозаны аминоқышқылдар мен майларға айналдыра алады. Егер диетада май немесе қант тым көп және ақуыз аз болса, немесе керісінше болған жағдайда, бұл бауыр жасушаларына артық күш түсіреді. Норма кемінде 15% ақуыз, 30%-дан аспайтын мөлшердегі май, 60%-ға дейінгі қуат күрделі көмірсулар арқылы түседі. Бөліп тамақтану. Өттің түзілуі тоқтаусыз жүріп жатады, ал ол әдетте тамақтанған кезде бөлінеді. Сондықтан аш жүруге болмайды. Тамақтану рационын 4-6 уақытқа бөлу керек. Майлардың құрамында өсімдік майлары, жаңғақтар көбірек болуы тиіс, ал жануарлар негізіндегі майды азайтқан жөн. Ащы, қақталған тағамдарды, иісі өткір өнімдерді жеуге кеңес берілмейді. Әсіресе бауыр, ұйқы безі, асқазан және ішектің қабынуымен байланысты аурулар кезінде. Ішімдіктен мүлдем бас тартқан дұрыс. Бауырға байланысты проблемалар асқынған жағдайда тамақтану ережелері номер 5 немесе 5А диеталарына сәйкес анағұрлым қатаң болуы мүмкін. Ішімдіктен бас тарту, дұрыс тамақтану және денсаулығын күту бауырды қалпына келтірудің ең жақсы құралы бола алады және оның қызметін ұзақ сақтауға көмектеседі. Бауырды тазалауға көмектесетін көптеген әдіс тәсіл бар. Алайда олардың қайсысы болмасын қолданбас бұрын
дәрігермен кеңесу керегін естен шығармаңыз. Сонымен қатар, мамандардың қандай да бір препараттарды пайдалануға қатысты кеңестеріне құлақ асқан жөн.